Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз PDF конвертер деп аталады. Мысалы, біз интернет желісінен бір файл жүктеп алсақ, ол PDF форматтағы файл болуы мүмкін. Сол PDF форматтағы файлды бізге Word-қа, болмаса Excel, PowerPoint-қа салу керек болады. Сол уақытта біз конвертерді пайдаланамыз. Яғни, мінекей мысал ретінде, мынау Canva сайтында жасалған презентация болатын. Соны бізге PDF форматта жүктеп алдық. Canva сайтына презентация түрінде жүктеу үшін ол ақылы болып келеді. Сол себепті тегін жүктеген кезде PDF форматта жүктеледі. Енді сол PDF форматты қайтадан PowerPoint форматына, яғни презентация форматына ауыстыру қажет болады. Сол кезде бізге I Love PDF деген сайт көмекке келеді. Бұл сайтта фотоларды, Word, PowerPoint, Excel, HTML-дарды PDF-қа айналдыруға болады, және керісінше PDF-тен Word-қа, PowerPoint-қа, Excel-ға айналдыруға болады. Бізге PowerPoint-қа айналдыру қажет. Осы жерден PDF в PowerPoint деген басамыз. Енді файлды таңдаймыз, PDF файлымызды таңдадық, жаңа файлымызды. Енді осы PPT-X деген форматты басамыз. Мінекей біздің файл дайын болды. Енді скачать в PowerPoint деген батырманы басамыз. Мінекей біздің файлымыз ашылды, бірақ ішіне шамалы өзгертулер жасауымыз қажет. Ішіне барлық әріп, барлық өзгертіледі. Және біздің PDF форматта файлымыз PowerPoint түріне айналды. Енді Word түріне айналдыратын болсақ, PDF Word деген таңдап, PDF файлымызды жүктейміз. Жаңағыдай PDF файлымызды жүктеп, Word-қа айналдырамыз. Сөйтіп, сол файлымызды жүктеп қолдана берсек болады. Мінекей файлымыз ашылды, яғни біздің PDF форматтағы файлымыз Word файлға айналды.